Қайырлы таң баршаңызға. Бүгін 29 мамырдың жұлдызы 2024. Қолы бос каникулдамыз, тағы да кеттік балыққа. Таңертең бүгін ерте шықты, өйткені түске жақын күн ысып кетеді деген әңгіме бар, және жел бар дейді. Сол жел болмай тұрып, таңертең ертерек барып түсетін балықтарды ұстап сіздерге көрсету мақсатымыз. Жақсы, ары қарата қараңыздар. Қайырлы таң баршаңызға. Балық аулайтын жерімізге келдік, Ақшұқыр ауылы. Машинаның ығында тығылып тұрмын, өйткені ана жаққа шықсам желден естілмейтін болуы мүмкін. Дәл осы уақытта әлі балықшылар келген жоқ. Мүмкін күн әлі ерте болар. Енді сіздерге қолдан келгенше қалай аулап атқанымызды көрсетеміз ғой. Балық түсіп жатса, түспесе амал жоқ, ренжімейсіздер. Қолдан келгенді көрсетеміз енді. Сол не? Теңіздің жағдайы қазір жел оңтүстік шығыстан бір 5-6 метр бар. Қазір көтерілуі мүмкін әлде де. Қараймыз ғой. Ары қарата қараңыздар. Құрт туралы тағы да бірер сөз. Кеше көрдіңіздер ғой қалай қазір. Мына бүгін тоңазытқыштан шыққан. Қазір суын алмастырдым. Мына елек арқылы. Теңіздің суыны қасымызда бар. Бірер сөз айтатын. Мына құртты бірден көшекқа кигізбес бұрын. Мынандай бір тряпканың ішіне қойсаңыздар 20 метрде, 15-20 метр. Мынандай суы жан-жағында көріп ағып кеткен жақсы болады. Өйткені сіз күні бойы балық аулайсыз ғой. Сізге керек болады ол деген. Сосын ол уақыт өткеннен кейін міне құрттарымыз құрғақ. Оны мына құмға араластырамыз. Неге араластырып жатыр? Ана крючокқа, қармаққа кигізген кезде өте қолайлы болады. Бір-бірінен ажырап тұрады, ол әдемі болып. Кеше қалай кигізетінді көрсетті, енді қалай кигізетінді көрсетпеймін. Оны айтып беремін қазір. Құмың да маңызы бар. 7 шағын ауданының құмы негізі жігіттердің бәрі Церманның құмын, Сайын Шапағатов ауылының құмын алады. Мен үйренгенмін өз үйімнің қасынан алып. Осы құмға міне араластырамын өйстіп. Мына жерде көрдіңіз бе? Суының ізі қалды. Қандай нәтиже? Өзіңізге міне құрғақ болды, құртыңыз дайын, шетінен алып кигізе бересіз. Қолыңызда білінбейді, қағып жібересіз, болды. Құртты қатты жағынан емес, жұмсақ жағынан кигізіп бастайсыз ғой. Қатты жағынан кигізсеңіз құртыңыз езіліп кетеді. Крючокта тұрмайды. Жұмсақ жағынан өз қолмен ұстаған кезде белгі бар. Жұмсақ жағынан кигізсеңіз құртты, сол кезде әдемі болады крючокқа. Сол сіздерге кеше менің көрермендерім сұрап жатыр еді ғой, солардың сұрақтарына жауап ретінде түсіріп жатқаным ғой. Әзірге балық түрткен жоқ, түрткен кезде көрсететін боламын. Ал құртты кигіздік, қармақтардың бәрін дайындадық. Енді лақтырып қарайық енді. Желі бар екен қатты.
Енді күтеміз енді. Балықтың біткенін. Тағы бір сұрақ болады. Сізде де менде де құрт тұрады ма, құрт тұрмайды ма деген. Оны қазір бір 5-10 минуттен алып көреміз ғой. Құрт тұрмаса былай да жан-жақты лақтырып көруге, қай жерде құрт тұрса сол жерге түсуіміз керек қой. Өйткені кішкентай балықтар көп. Тарашка дейміз, килька дейміз, бычок дейміз, мүңгірт, қарагөз, солардың барлығы да келіп салған құртымызды жеп кетуі мүмкін. Таңертеңгі күн салқын екен, киініп алып. 15 минут өтіп шығарып қарайық, құрт тұр ма, жоқ па. Қарасаңыздар болады. Міне, құрттың ізі жоқ, бәрін тазалап кетті ғой. Құрттай кішкентай балықтар болып тұрған ғой. Енді бәрін де алмастап қайтадан лақтырамыз, сол. Осындай процесс көп болады бізде. Шығарамыз, лақтырамыз. Бал бұл жақта шығып тұрмын, қарайын. Тартпай. Балық бар сияқты. Шығып кетті ма не? Tartıp kaldı. O ağaca geldi. Yetik gibi. Böyle ağırlık yok, av. Barıp karayım, balık ketmey durup. Yok kalma, hava. Балық шығып кетті. Мына қармақ ауға ілініп қалды, жолда мына жерге балдар ау өліп кеткен. 25-30 метрде олайынан тұр ау. Сол жігіттерге қай жерде аулап жатырмын деп айтсаң сол ғой. Бұл бірінші рет емес қой. Ауға балықпен келіп ілінді.
тартқан кезде балық кетті. Болады сонда өз. Жігіттер, қай жерде аулайсың, жәке айтпайсың дейсің, міне айтқан жағдайда. Қазір қара, көрсетсе міне. Қармақ лақтырып тұр мына жерде міне. Осы жерде 2-3 күн балық ұстап едік. Алдымызда қараңдар қазір. Міне ау қойып қойған. Қармақ әне бер жақ қарап тұр міне. Біздің аулайтын жеріміз ғой. Мынаған ау қойып қойған. Мынау шелмегі, мынау концемегі мына жақта. Көріп отырмын мына қара. Мынаның бәрі ау. Тағы да ау деген мынау Қысайдың ау деген. Жағадан 30 метр жерде. Не осылай кете береді жігіттер. Ендігіде қай жерде аулап атқанымды айтпайтын боларым, не? Ош қармағымды іліп алдым, біреуін үздім. Біреу балығымен кетті. Ай, жігіттер, негіз дұрыс емес қой ол. Әлі аулап атып, кефаль бір түрткенмен бәрі жүр, ауамен айылып қалдым ғой. Мына балық түсіп бастады енді. Бұл не істейміз енді, жіберейік қой. Қарагөз дейді. Қарагөзден түспей ақ қойшы, бірақ бұйырғанын көреміз, әлі 1-2 сағат боламыз. Жел көйіп кетті. Желдің жылдамдығы ал. Сәл ұстап, өз-өзінің жүрек соғысын нормаға келтіріп бар жіберейік. Давай, әжеңді атаң шақырсайсың, нәндерін, үлкендерін. Кеттік па? Ана жақта теңізі. Кетті. Не теңіз? Жер қатты. Тарашка деген балық қайта-қайта суатыр. Жаңа екеуі жіберді, мынаны не істейін? Кішкентай. Жібермесең айтады ғой. Бірінші түскендер үлкен еді, мынау кішкентай екен. Сен не істей берсің, кешеш бар. Кефальді аулатпай жатыр ғой олар. Құртта бітті. Мына жерде қалды әлі 1-2 сағатқа аулайтын. Мына құрттар жіберейік. Кішкентай. Көбейе берсін.
Ал құрметті менің көрермендерім, осымен бүгінгі балық аулауымды аяқтаймын. Аулауымызды емес, аулауымды деп айтсам болады. Өйткені тек жағада жалғыз мен болдым. Бір кефаль түртті, оны да жолда шығарып кетіп, ауға ілініп, поводогым да қалды. Кефаль да кетті. Солай болды енді жағдай. Бірақ тарашка сау болсын. Әр 5 минут сайын жақсы түртіп тұр. Бір 7-8 үлкендерін алдым. Бәрін жібердім ғой. Олар сіздер үшін түсіріп көрсеттім жібергендерімді. Сол тарашка аулайтындарыңыз, тарашкалеріңізді бастасаңыздар да болады. Енді тек жалғыз кефальмен шектеліп қалмаймыз ғой. Тағы айтатын, бүгін мына ролик шығармам мода болатын еді. Шығарған себебім, жаңа көрдіңіздер ғой ауды. Мен сияқты спиннингистер көп қалада аз. Күн сайын сандары өсуде. Енді, конечно, олар бізді қуантады. Олардың сандарының көбейгендері, біздің жігіттердің аулағандары жақсы ғой. Бірақ жаңағындай кедергі жасамау керек қой. Мына жерден спиннингист аулап жатыр екен деп алдына ауыт салып қоюға болмайды. Жігіттер, ау салатын жігіттер, құлақтарыңызға алтын сырға. Сол үшін шығарып жатырмын. Өйткені бүгін мына жерде түртті деп түнімен таңертең келсең, мына жерде ау тұрады, ауға поводогыңды қалдырасың. Сөйтіп көңіл күйің бәрі бұзылады. Ол керек емес, сізге де керек емес, бізге де керек емес. Сіздер де заңды бұзбаңыздар. Қаланың мына ауылдың ішінде емес, ауылдан шығып басқа жаққа барып салсаңыздар болады ғой. Және жағадан өте алыс салыңыздар. Бұл жерде тек қана балықшылар емес, қазір шомылу сезоны басталып жатыр, науқаны. Жас балдар да жүреді, үлкен аналар да жүреді, әртүрлі адамдар. Солар ауға оралып қалуы мүмкін. Сол үшін де ауды жақын жерге салмаңыздар. Менің сіздерден өтінішім, сіздер мені көріп отырған боларсыз деп ойлаймын. Ал біздің спиннингистерге енді 2-3 күннен кейін тағы да ауа райы болады. Сол кезде шығатын болармыз. Енді осымен аяқтаймыз енді. Бірақ жазылуды ұмытпаңыздар. Құрметті менің көрермендерім, тек қана көріп өтіп кете бермейміз. Жазылайық, қоңырауға басайық, комментарий қалдырайық, лайк қояйық или дизлайк қояйық. Жақсы, тек жақсылықта кездескенше сау саламатта болыңыздар.